Қослайықтағы қос ғашықтардың бірі сержан мен ақерке жұбының арақатынасы жанкүйерлерін алаңдатуда. Себебі ақерке әлеуметтік желілерінің бірінде мынандай жазба қалдырды: өмірдегі ең қиын дүниелердің бірі отбасыңның таңдауыңа қарсы болу екенін өсе келе түсіндім. Бірақ ол кісілердің белгілі бір адамға қарсы ма? Жалпы үлкен өмірге мені жіберуге қорқады ма, оны да білмеймін. Хайыры. Бірақ отбасымнан асар ешкім жоқ. Сол кісілердің саулығы, қуанышы үшін өмір сүрдім. Солай да бола береді деп жазба қалдырыпты. Ары қарай не болмақ? Ақерке ата-анасының қарсылығын қалай жеңбек? Сержаннан қандай әрекет болады екен? Сүйген қызын осылай оңай жібере сала ма? Осы сұрақтарға жауап күтеміз. Бізбен бірге болыңыз. Арнаға тіркеліп алыңыз. Неге, мам? Соған? Неге енді айтсам? Енді әлі сендеген келіншек болуға дайын адам емессің ғой? Неге дайын емеспін? Кішкентайсың, әлі келешегіңді кішкентай болса да құруың керек. Бірден күйеуге тиіп кетсең қазір не істейсің сосын? Енді қыз мұраты кету. Қанша кету болса да енді адам шамалы келешегін өзінің құрастырып, бір жерден үй алып, сондай алып, сенің не бір армандарың бар. Өзім білем, мам. Енді өзің білме, сонда да. Соның бәрін енді Алып қашып кетсе ше мені. қашып кетсе қайтып әкелемін ғой. Неге, мам, ондай себеп ма? Ұят қой. Позор ғой, мам. Мен той қылып жатпаймын ба? Енді сонша бейнетіңе қалып, сонша сөздерге қалып, солын соқ. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Маманың да менің де түсіме қатар кірген екен папам бүгін. Соған қазір басына барып қайтайын деп шештік. Қазір інім келе жатыр, күтіп тұрмын. Қандай заттарымды алып алдым. Жан-жағындағы шөптерді алып, қоршауын ашып, құран бағыштап қайтайын деп тұрмын. Әкесізде өткен 4-ші жыл. Аман болыңыздар. Ата-аналарыңызды бағалаңыздар. Бес ай болды атқа бармағаныма деп жүріп, оказывается, ат өзім үйімде екен ғой. Не қылып жүрмін 5 айдан бері ат сұрап деп қоямын. Міне, бүгін мына кісі и мен. Заңғар! Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін 1 жылдан бері алмаған университетімнің дипломын алуға келген жайым бар. Ішінде менің колледжімнің дипломы тоже бар. Ой, наконец-то. Мені келіп алсаңыз жанып кетеді, күйіп кетеді деп әзер дегенде уағарат етіп, енді төлеген ақшамды ғой деп келіп алып кеткен жайым бар. Мен бұны заочно оқыдым.
5 ай болды атқа бармағаныма деп жүріп, оказывается, ат өзім үйімде екен ғой. Неғып жүрмін 5 айдан бері ат сұрап деп қоямын. Міне, бүгін мына кісі и мен. Қалайсыздар, қайырлы күн. Бүгін 1 жылдан бері алмаған университетімнің дипломын алуға келген жайым бар. Ішінде менің колледжімнің дипломы тоже бар. Ой, наконец-то. Мені келіп алсаңыз жанып кетеді, күйіп кетеді деп әзер дегенде уговорить етіп, енді төлеген ақшам бар ғой деп келіп алып кеткен жайым бар. Мен бұны заочно оқыдым.